Қазіргі уақытта бізде Құран үйренушілер үшін курстар бар, жаңағыда тағы басқа, мысалы ютубта тұр тегін сабақтар, орысша болсын қазақша болсын, кім оқимын десе. Бірақ соның өзінде де маған жазып жатқан кісілер мынау не мына кітаптан не мына кітаптан, яғни мүмкін видео сабақ түсіріп ақырын сала берсеңіз дейді да. Егер қаласаңыздар, енді рамазанға дейін негізі бір бітіріп тастауға болады. Рамазанға дейін егер шынайы ықылас болатын болса, бірақ шынайы оқимын деген кісілер болсын, өйткені бұның бәрі еңбек дегендей. Мен және видеоны салып отырамын. Мүмкін 2 күнде бір сабақ. Өйткені мүмкін күніге бір сабақтан салып отырса ол ауыр болып кетуі мүмкін. 2 күнде бір сабақ егер алатындай. Соны ақырын көріп, отырып, жантайып, әйтеуір қалай ыңғайлы көріп отырып, 3-4 рет қайтара көріп, сөйтіп жүре берсеңіз тағы басқа жерден үйренесіз. Ол бір жерден үйреніп бітіріп кетуден жоқ. Ана ұстаздан, мына ұстаздан сөйтіп, әйтеуір Құран бітіріп аласыз. Бірақ ең басты не? Тоқтап қалмау керек. Сондықтан мына кітап ыңғайлы ма, әлде мына кітап ыңғайлы ма? Мен соны бүйтіп телевизорға шығарып, телевизор ма мынау соған шығарып, ақырын мысалы зә, зи, зу, яғни үстіндегі сыфатқа астына кәсіра, мынау дамма, үсті ақырын жүргізіп, кейін енді қиындата береміз ғой, басында үсті оңайынан бастаймыз. Әз, мынау из, мынау уз деген сияқты. Сондықтан қайсы кітап сіздерге ыңғайлы? Соны айтсаңыздар, иншалла содан сабақ түсіріп бастайық.